хочу сіздерді осы мен түсінген түсінікті түсініп үйлеріңізге қайтса екен деймін. Прям барынша, пожалуйста, жана массажға мен тәнімді берген сияқты өздеріңізді берсеңіздер. Өйткені сабақтың ең негізгі бөлшегіне біз енді келдік. Осыны түсінсеңіздер, вам будет легче жить. Осыны түсінсеңіздер, сіздер оянасыздар. Осыны түсінсеңіздер, сіз любой момент потоктасыз. Жаңа мен сыртқы дүниелерді айттым, енді ішкі әлемге қарай өтетін боламыз. Хорошо? Енді мұқият тыңдаңыздар. Прям бүкіл фокустарыңыз менде болсын. Қарасаңыздар, жаңа мен сіздерге айттым. Дыханияны жүрекке жібер дедім, я? Міне, жүрекке жібердім. Представьте, сіздің ішкі әлеміңізде кеңістік бар. Сіздің ішкі әлеміңізде үлкен айдын мұхит бар. Осы кеңістікті сіз ойлаңызшы, сознание, яғни ес бар ішкі әлемде, сознание бар. Оны дәу не деп ойлаңыз? Үлкен аспан деп ойлаңыз. Ол жерде бұлттар бар, я? Аспан жаңбыр жауса да, бұлт болса да, қар жауса да не істеп тұрады? Мызғымай тұрады, я? Сол мызғымай тұратын есіңізді, сознанияны табуға тиіссіздер. Қазір чуть-чуть сложновастенько, но кто ұғады, сол адамның өмірі да не узнаваемыз өзгереді. Мұқият болыңыздар. Енді, мені қараңыз. Құдай сенің үйіңе, кел жаруя, кел. Құдай сенің үйіңе 1000 рет келді. 1000 рет келді саған көмектесуге. Бірақ сен үйіңде не істеп жүрсің? Жоқсың. Өйткені сен қайдасың? Сенің фокусың бәрі сыртта. Анау Қайрат Нұртастың әйелі не болды екен? Анау неқта не ватыр? Анау неқта. Сен өзіңнің ішкі әлеміңде жоқсың. Ты только живешь наружу. Яғни сыртта өмір сүресің. Мен сіздерді дыханияны қой деген кезде, мені дыханияға назар аударған кезде, мен нені жасап бердім сіздерге? Хозяин дома. Түсінесіздер ма? Сіз өзіңіздің фокусыңызды, назарыңызды ішке қарай қойдыңыз. Вы чувствуете, что вы чувствуете. Яғни осы кезде сіз сыртқа қарап тұрған фокусыңыз, ойбай ақша тапсам, ойбай деген өзіңізге бұрылды да, мынау мақпал қаратай болатын болса, мен ішкі әлемге кіре бастадым. Ішімде не болып жатқанын естеймін, ұға бастадым. Сол кезде, представьте, мынау қазір менің ішкі әлемім деп есептейік, сыртқы емес. Менің ішім деп есептейік. Сол кезде менің ішімде отырмын деп елестетіңіздерші өздеріңізді. Қазір сіздерге четко түсіндіріп беремін. Либо сіздердің іштеріңізде отырмыз, любойыңыздың ішінде отырмыз. Сыртта емеспіз. Сіздің ішкі әлеміңіздесіз. Сол кезеңде внимание жаққан кезде сізде лампочка гореть етті. Сіз өзіңіздің ішкі әлеміңізді көре бастадыңыз. Өйткені сіз назарды істедіңіз, өзіңізге қарай бұрдыңыз. Сол кезде көрдіңіз, ёпаша мать, оказывается, менің ішімде мынандай ойлар. Оказывается, менің ішімде қорқыныш тола, қорқынышпен өмір сүремін. Оказывается, менің ішімде мынандай эмоция, мынандай программа, бәрін істедіңіздер, көрдіңіздер. Енді главный құпия, жамботалар. Сіздің ішкі әлеміңіз қандай? Сіздің сыртқы өміріңіз соның просто несі? Айна қатесі көрсеткіші. Ол сөз жаттап алғансыздар, денелеріңізбен түсініңіздер, что происходит внутри, то и вы получаете без конца. Поэтому что надо делать? Посмотреть, что происходит внутри. Дыханиемен сіз жүрекке өткен кезде сіз бастан түстіңізді қайқа өттіңіз? Жүрекке өттіңіз. Потому что біз бастың ішінде, сансыз ойдың ішінде мекендейміз. Біздің басымызда ойлар бар. Ойлар не істейді мені? Алып кетеді. Ана жақта не істеп жатыр екен? Ана жақта, короче, қымбатшылық болып жатыр. Қазір ана жақта не соғыс болып жатыр. Балаларым не істеп жатыр екен? Үйге қазір қайту керек еді. Мақпал қаратай көйлегін ауыстырып кетті. Яғни все время не істейді? Ойлар нас уводит. И ол ойлардың мынау группаны менің ішімдегі ойлар деп атаймыз, міне. Олар мені алып кете береді. Ол сіздің ішіңіздегі ойлар, анау группа. Енді қараңыздар. Прям мұқият тыңдаңыздар. Қара. Ойлар алып кете береді, и ойдың көпшілігі 85% неден тұрады? Қажетсіз, жаман, негативті ойлардан тұрады. Енді одан қалай құтыламыз біз? Ішкі состояниеға кіру арқылы. Қалай құтырамыз? Қайтадан дыхание, кетіп қалдыңыздар. Где ваш фокус? Вернитесь сюда. Где вы уже ушли? Ушып кеттіңіздер уже. Жоқсыздар. Ал?
Фокусты өзімізге аударамыз. Сіздер қайтадан жаңағы сіз мысалға қазіргі адамдардың көпшілігі баста мекендегеннен кейін, өзінің ойының ішіне кіріп кете бергеннен кейін, адамдардың көпшілігі отлетевшилар. Яғни жерді сезбейді, қуана алмайды. Сіз жүрекке мен түсірген кезде қайда түсірдім сізді? Тәнге түсірдім, телоға түсірдім. Яғни адамдардың көпшілігі өздерінің, мысалға мен сіздерге айтып жатырмын ғой, жаңа ұстаған кезде, пожалуйста, дышите туда дедім, иә? Сол кезде көп адам өзінің ішкі жан дүниесіне фокусын қоюдан қорқады. Өйткені адамдардың көпшілігі өзінен естеген, қашып кеткен, ішіндегі әртүрлі эмоцияларынан қорқады, ішіндегі қорқынышынан қорқады, ішіндегі жаңағы жек көрешінен қорқады. Сезінбей денесін қатырып тастағанда баста мекендеп жүр. Мен сіздерді қайтадан естідім, жаңа денеге қондырған кезде сіздің сезімталдығыңыз арта бастайды. Сіз больше сезе бастайсыз. Енді мына группаны мен жаңа не дедім? Ойлар дедім, иә? Бұл ойлар келіп жатыр, кетіп жатыр. Представьте, сіздің дауысыңызда, құлағыңыздың түбінде дауыстар бар, үздіксіз сөйлей береді. Олар келеді, кетеді. Ол ойдың қалай келді, дәл солай кетіп қалады. Оны сен ұстай алмайсың құйрығынан. Оны сен ұстап алып қылқындырып, пашама жақсы ой болды деп айта алмайсың сен оған. Сен неге менің басыма келесің деп. Біз ойларда жұмысымыз жоқ. Келсін, нахрен кетсін. Үйреніп қалған, әбден дағды айналып кеткен біздің басымызға. Қазір күйеуім бір нәрсе, біреу ұрсатын сияқты ой келеді кейде. Бір өзінен өзі біреу сен ұратын сияқты, ақшаңды құрттың деп саған ұрсатын сияқты, неге қарызға кіріп жүрсің деп қылқындыратын сияқты ойлар келіп жатыр, үздіксіз кетіп жатыр. Ойда біздің жұмысымыз жоқ. Когда мен міне дыханияға сізді қойған кезде фокусты, ой не істейді, фокусқа келеді да кетіп қалады. Ой артта қалып қалады. Өйткені сіз өзіңіз неде ұстап тұрсыз? Дыханияда осы шақта ұстап тұрсыз. Ұғынып жатсыздар ма мен айтқан нәрсені? Ұғынбай жатсыздар ма? Қараңыздар, енді прям четко менің фокусымды ойдың ішінде емес, мен осы шақта ұстап тұрмын. Міне мен дышу, ой не болса да маған нахрен. Өйткені я не делаю, я не вовлекаюсь. Ол өтірік. Бұл не істейді? Бұл білесіздер ма? Бұл группа мен жаман екенін айтады. Бұл группа өмірдің жаман екенін айтады. Бұл группа адамдардың жаман екенін айтады. Бұл менің әдемі емес екенін айтады. Недостаточно хорошо екенін айтады. Қазір барлығы онша емес екенін айтады. Менің ішінде үздіксіз сөйлей береді. Мен оларға алыспауға келістім. Просто дыханиемен ұстаймын, болды. Ол қалай келді, олар солай не істейді? Кетіп қала береді. Ол келді. Когда мен дыханияда тұрған кезде, мен қай шақта тұрмын? Только осы шақта тұрмын. Прям осыны четко ұғып алыңыздаршы, пожалуйста. Онда мен бұл өмірге бұл бекерге келмеген, егер осыны адамзатқа, қазақ баласына ұғындырып кетсем. Дыханиеме назар аударасыз, мені дышым сердце, жүректен түстім басыма. Ой, не деп жатсыздар, ішкі жан дүниемде мен сөйлеп жатыр, менің ішкі кеңістігімде сөйлейді оларда. Когда мен қазір міне сізге айттым, назарыңызды табаныңыздың астына аударыңыз. Назарыңызды алақанға аударыңыз. Есіңіз алақанда тұр уже. Байқадыңыз ба? Назарыңыз табанның астына тұр. Назарыңызды арқаға аударыңыз. Как будто внимание арқаға барды. Внимание табанға барды. Назарыңызды маткаңызға аударыңыз даже. Внимание не істеді? Әр жерде жүр ішкі кеңістікте. Енді тот, кто управляет своим вниманием, тот управляет своим миром, жизнью. Бұл Джо Диспензаның сөзі. Яғни өзіміздің вниманиемізді өзіміз четко ұстап тұруымыз керек. Кім өзінің вниманиесін басқарады, оны алып кету мүмкін емес. Мені ойлар алып кете алмайды. Я не вовлекаюсь, олар не шақырғысы келеді, жүр қайғырайық, жүр не қылайық, өмірде қорқып қайтайық, жүр уайымдайық деп. Оның бәрі не? Өтірікшілер. Мына группа. Жоқ, ол сізге қатысы жоқ. Көрдіңіздер ма? Яғни сіздерге қатысы жоқ, метафора. Сіздерге де ұғу үшін. Сіздер на группаны жүрсеңдер ойлай беріңіздер. Қараңыздар. Дыхание, жүрекке түстім, и ойға не вовлекаюсь. Ол қайда ол айтуы мүмкін маған. Ой, қазір мен ақшаны төлей алмай қалам осы айда, аренда жаба алмай қалам, мен ауырайын деп тұрған сияқтымын. Яғни бізді все время неге шақырады ойлар? Страданияға, қорқынышқа шақырады. Мен просто өзімнің дыханиемді осыны оянған адам деген не білесіздер ма, жанботалар? Өзінің фокусын осы ішінде ұстайтын адам. Все, он держит фокус. Келісіп жатсыздар ғой, иә? Ұғатсыздар ма? Бәрі түсіндіреміз ма? Енді міне ой бар, міне келді. Ойдан бөлек бізде не бар? Бізде ақша келу үшін
Осы нәрсені ұғыңыздар, сіздер бұл тренингке менің түрімді көруге емес, үлкен ақшаға жетуге келдіңіздер. Үлкен ақша келу үшін бізде ішкі фокус бар және сыртқы фокус бар. Ішкі фокус деген біздің жаңағы ойларымыз, ішіміздегі эмоцияларымыз, программаларымыз, реакциямыз, восприятиеміз, осының бәрі біздің ішкі кеңістігімізді құрайды. Сыртқы фокус деген мен қазірге назар аударып тұрмын. Яғни ішкі және біз сыртқы фокустан тұрамыз. Келісіңіздер ғой, иә? Енді қараңыздар, мен сыртқы фокусымды бермеймін деп ұйғардым. Яғни болмайтын нәрселерге, болмайтын адамдарға, уақытын ұрлайтын адамдарға, өмірімді босқа кетіруге бермеймін деген шешім қабылдадым. Енді мен нені реттеуім керек? Ішкі фокусты реттеуім керек. Өйткені ішкі фокусым дұрыс емес. Ішкі фокусым мені уайымдауға алып кетеді, ой, эмоция алып кетеді, қайғыруға, әртүрлі қажетсіз нәрселерді мен ішімде не істеп жүрмін? Шығарылап жүрмін. Келісесіздер ғой? Енді прям осы жерде терең ұғыңыздар. Қазір сіздер дыханияны қайтадан фокусыңызды возвращайте. Адамның қазіргі уақытта фокусы, как клиповое мышление, еш нәрсеге ұзақ тұра алмайды. Біз бір нәрсеге зейін қоя алмаймыз бұрынғыдай. Біз бар нәрсеге отвлекаться ете береміз. Біздің миымыз все время ішіп пыса береді. Оған все время қызық керек. Ішіп пысқаннан кейін ойда сотканы ал, қараш, ішім пысып жатыр. Қараш, ананы ал. Яғни просто так дыханиеде біз не істейміз? Отыра алмаймыз. Сіздерге осы нәрсені жарты жылдың ішінде тренировать етесіздер ғой, вас невозможно қайғыруға алып кетуге. Ваше время вам принадлежит. Түсініп ма мен айтқан нәрсені? Дыхание, міне қазірдің өзінде мен тек қана осы шақта өмір сүремін. Міне дыхание. Қазір сіздерге күшті поток деген нәрсені түсіндіретін болады. Енді менің ішімде ойларымнан бөлек не бар? Ойларымнан бөлек 60 түрлі эмоция бар. Біреуіңіз келіңіздер, қыздар. 60 түрлі эмоция бар. Мысалға, сотканы қарамаймыз гүл әпше, осы нәрсені тыңдаймыз. 60 түрлі эмоция бар. Ару кел. Тыңдамасаңыздар ұрсам. Кеттік. Өйткені бұл сіздерге керек, я хочу от души қыздар түсіндіріп беруге. Менің ішімде міне ішкі әлемі, дыхание тұрмын, қорқыныш келді. Менің ішіме уайым келді. Менің ішіме қайғыру келді. Не істейміз біз ол эмоцияларды? Проживаем. Молодцы, проживаем. Потому что біз қорыққанымыздан қорықтық. Мен неге қорқып тұрмын? Қайғырғаным үшін өзімізді ұрып жатырмық. Мен неге қайғырып жатырмын? Яғни, любой сен міне дышыш, міне дыхание дышат еткен кезде асқазанда тамақты қорытып жібереді ғой біраз уақыттан кейін. Қатып қалмайды ғой. Біз эмоцияларымызбен дос емеспіз. И сондықтан эмоциялар біз қашқан эмоция не істеп жатыр бізді? Жабысып жатыр, қатып қалып жатыр. Когда сен дыханиеде жүректе тұрған кезде, сен қорқынышты проживать етіп тастайсың. Яғни, мысалға қараңыздар, кеше, например, мен кешкісін Айшамен бірге нені жасап болғаннан кейін, презентация анамлар жасап болғаннан кейін, жолда келе жатқан кезде менің ішімде қорқынышым көтерілді. Ертеңгі күн қалай болар екен деген. И это нормальный процесс. Сол кезде біз өзіміздің эмоциямызды өзімізден не істейміз? Ажыратамыз. Бұл мен емес. Бұл менің просто эмоциям. Яғни, бұл менің қорқынышым кеп тұр, ажыраттым. Мен емеспін, бұл қорқынышым. И дыханиемен қорқынышқа дыши етіп отыра бердім. Бір кезде оны не істеп жүрдім, мен үгітіп, қорқып тастадым. Кекірдім одан кейін, есінедім одан кейін. Яғни, мен қорқынышым не істеді, кетіп қалды. Яғни, любая эмоция тұрақты емес, олар ойлар сияқты келеді, кетеді. Адам сосуд, через нас должны проходить мысли, эмоции, моменты, ақша, бүкіл уақыт барлығы біз арқылы не істеп жатыр? Біздің сознание арқылы өтіп жатыр. Біз мынандай алып пространствомыз, сознаниеміз, ол терең сабақтардың дүниесі. Яғни біз арқылы барлығы өтіп жатыр. Қазір осы момент өтіп жатыр біз арқылы. Мақпал Қаратаймен тренинг. Түсініңіздер ғой, иә? Сол үшін, яғни қандай эмоция келсе де, это просто мои эмоции. Не вовлекаться. Яғни эмоцияны өзіңнен бөлесің да. Да, мен қорқып тұрмын, это нормально. Я даю этому место быть. Да, мен уайымдап тұрмын, да, это нормально. Это уже ты взрослая. Өзіңнің эмоцияларыңнан өзің қорықпайсың деген сөз. Сондықтан сіздерге міндетті түрде тапсырма. Всегда возвращайте себя осы моментке, дыханияға оралып өздеріңіз жүріңіздер, осы моментке шақырып отырсаңыздар. Қайтадан шақырыңыздар. Кетіп қалдым, біліп жетті бе, нет, уже жүрдік. Осы залға шақырып отырыңыздар. Хорошо, келістік па? Енді
сіз өзіңізді осы шаққа шақырып отырған кезде, міне, мен дыханиеге қойдым, қайталап айтамын сізге, 1000 рет айтатын боламын. Дыхание, жүрекке өттің, дыхание, жүрекке өттің, дыхание. Сол кезде сен неге қосылып тұрсың? Ал, түсіндіріңіздер. Тірілеміз, дыхание! Тірілеміз! Неге қосылып тұрсың? Осы сәтке. Дышым, қайтадан ораламыз, ішіп кеттіңіздер, дышым, дышым, фокус, дышым, дыхание, жүрекке түсеміз, бастан, бас алып кетіп бара жатыр, қайтадан возвращаемся, здесь и сейчас. Сол кезде сен өзіңді дыханиеге оралқан сайын, сен ішіңдегі, келтөлік, сен ішіңдегі немен қосылып атсың? Шексіздікпен қосылып атсың. Қараңыздар, Джо Диспенза айтады. Меньше будьте собой, больше им дейді. Енді қараңыздар, мен Мақпал Қаратай қыздар, менің матрицам бар ғой, өте қорқақ, өте қызғаншақ, өте уайымшыл, өте өмірден баз кешуші, страдать еткенді любить ететін адаммын мен сіздер сияқты. Тура сіздердің ешқандай артықшылығым грамм жоқ қыздар. Сіздер сезінген сезімдерді сезінемін. Мен қорқағым да бар, ішімде уайымшылым да бар, өмірден баз кешетім де бар, қайғыратым да бар. Енді мен дыханиеға оралған кезімде, когда мен ол программаларға өтіп кетпей ішімде дыханиеға оралған кезде, мен неде тұрмын? Осознанностьта тұрмын. Я осознанностьта тұрған кезде, мен кіммін ондай моментте, мен чистыймын. Чистое сознание айналдым. Когда мен дыханиеға тұрған кезде, мен вне матрицы, вне программы, просто чистое сознание болып тұрмын. Жүректе ғана тұрмын. Түсіндіңіздер ма? И Абай айтады, жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі дейді. И екінші сөйлемін айтыңыздаршы, екінші. Жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі. Қазір айтамын. Мен жазып келіп едім осыларға. Қазір. Жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі дейді. Мен сіздерді неге түсіріп жатырмын? Кеудеге түсіріп жатырмын. Абай, пробужденный человек. Қазір давайте бір шапалақты беріп қойыңыздар, дәл жүректің көзі ашылса, мен жүрекке түсіп тұрмын. Мені дыханиемен, фокусым тек қана жүректе тұр. Сол моментте сіз қазір даже вниманиеңізді аяғыңыздың астына аударған кезде, алақаныңызды аударған кезде, сіздің ойыңыз не істейді? Артқы планға кетеді, тыныш болып қалады ішіңіз. Сол кезеңде сіз тыныш болып қалған кезде не болып жатыр сіздің ішіңізде? Пустота болды. Пустота. Сол моментте сіз өзіңіздің программаңызда емессіз. Күнде алып кеткен ойларыңызда, уайымыңызда, қайғыңызда емессіз. Сіз просто жүректе отырған кезде, сіз арқылы не ағады бойыңыздан? Сіз пустойсыз, кім кіреді сізге? Құдай кіреді сізге. Божественная энергия кіреді. Сіз Құдайдың кіруіне мұрсат бермей отырсыз. Жаңа неизвестность кіреді, жаңа сәттер кіреді. Түсіндіңіздер ма? Сіз өзіңіздің тағдырыңызды обслуживать отқан жоқсыз матрицаны. Когда вы дышите сердце, міне, дыханиеде сіз тишинаға айналдыңыз. Просто сол моментте сіз арқылы божественная энергия не істейді? Аға бастайды. Осыны өзіңді табу дейді. Yok, duayım. Ben gittim de gittim. Ne ettim bana da diyor. Siz bak, bilmей тұрмын, жас сияқтысыз. Қараңыз, міне сіз назар деген ұстап аласыз, оңай емес. Осыны ұққан адамдар оянғандар. Просто сен өзіңнің саналы екенді есін ұстап тұрсың. Ержан, түсініп жатсың ғой мен айтқан нәрсені? Есін ұстап тұрсың, міне сен есте тұрсың. Просто міне мен есімді біліп тұрмын, менде ешқандай ой жоқ қазір. Мен есімді ұстап тұрмын. Просто кеудеме ауаны
шыққанда ғана назар аударып тұрмын. Мен ішімде тұрмын, шықақта тұрған жоқпын. Ішімде болып жатқан сезімдерден қашып, өз-өзімді сезінбей, жаңағы өзімнің ішімдегі проблемалардан қашып жүрген жоқпын. Я внутри, мен реакциямды бәрін көріп тұрмын. Ішімде болып тұрған ойларымды көріп тұрмын. Қандай ой келіп жатқанын, қандай эмоция келіп тұрғанын, қашпаймын, қорықпаймын. Ішімде отырмын. Түсіндіңіздер ғой, иә? Осыны жасаған кезде қызықтың көкесі болады. Сіздер осыны бір 4 апта жасасаңыздар, сіздің өміріңізде, қараңызшы, сіздің өміріңізде Құдай кіре алмайды. Кіретін орын жоқ. Өйткені сіз өзіңіздің ойларыңыздасыз, өзіңіздің эмоцияңыздасыз, өзіңіздің матрицаңыздасыз. Сіз жаңа не болды? Пустой болдыңыз да, Ошоның сөзі бар. Станьте пустым бамбуком. Яғни сіз жаңа ешқандай ойсыз болдыңыз. Сол кезде кім кірді? Божественная энергия кірді, Құдай кірді. И сіз өзіңізді Құдайға беріп тұрсыз. Сіз арқылы моменттер, довериеде тұрсыз, контрольда. Ойбай жоқ, мен ойымды контролдеп кетейін. Ойбай емес, просто пустой болып тұрсыз. Сол арқылы сізге божественная энергия келеді, ана энергия өміріңізге күтпеген өзгерістерді істейді. Алып келе бастайды. Сол моментте осыны жасасаңыздар, машинаны ойласаңыз, Құдай-ау бірге сізге біреу машина подарит етеді. $1 миллион ойласаңыз, күтпеген жерден сізге $1 миллион келеді. Квартира десеңіз, квартира келеді. Квантовое мышление. Еще раз, сен отқан жоқсыздар сіздер. Ай, мақпал қаратайды. Бану, міне, Бану осы мышлениені жасау арқасында Бану квартира алды, Range Rover машина алды, қызын Америкаға оқуға түсірді, и Bentley машинасын алды. Просто, қазір Бану бірауыз түсіндіріп бер. Мен шәкірттерім бәрі біледі, кеттік. Ешқандай әрекет емес, бірінші ол ішіндегісін қазір түсіндіреді. Мен айтқан нәрсені ұғындыршы. Мен Мақпал әпкем, саламатсыздар ма? Қыз келіншектер. Мақпал әпкенің қанша жылдан бергі шәкіртімін. Мақпал әпкенің айтқанын бұлжытпай істедім. Ол состоянияға көп практикамен келу қажет. Ол жаңағыдай божественная энергияның кіруі тек қана состояние здесь сейчаста и жүректі сезу арқылы. Жүректі сезу арқылы, үшін Мақпал әпке үйреткендей табаныңды, аяғыңды сез, только осы моментте отырасың. Сол кезде мен өзімнің ощущениемен айтайын, сен личность болмайсың, сен как пустотасың, жоқ болып кетесің. Ешкім емессің, Бану емессің, это бесконечность болып кетесің, шексіз қараңғылық, сен телаңды да чувствовать етпейсің, просто сол состояниеда отыра бересің, ол жерде сағаттап отыруға болады. Только оны практикамен, тек қана өзіңнің тәніңді сезумен, жүрегіңмен, өзіңнің ішіне үңілген кезде болатын процесс. Сіздің ойыңыз келеді, ой келіп тұрады, бірақ ол ойға не вовлекайтесь, қайтадан өзіңізді возвращайте. Отырған кезде үйге біреуге қалды ма, газ өшірдім ба, бірдеме ойлар келе береді, миллион. Просто опять возвращайте. Одан кейін ол келмейді уже. Одан кейін алып кетпейді аняға. Уже екінші планда тұрады ойлар. Сенің ойлар екінші планға түсіп қалды. Сен өйткені фокуста ішінде отырсың. Түсінікті ғой, ә? И даже, знаете, сіздер кейін соны әдетке айналдырған кезде көп ортада жүресіз. Сол кезде сіз состояниеңіз здесь и сейчас болып тұратын мәңгі. Қазірде 50% мен ішімді сезіп тұрмын да, 50% сіздерге сөйлеп тұрмын. Просто я не вовлекаюсь сырттағы нәрселерге, дүниелерге. Ол өмір болғаннан кейін әртүрлі зат болады, әртүрлі моменттер болады, ойындағы болмайтын моменттер болады. Просто вы не вовлекаетесь в это. Өзіңіздің программаңыз көтеріледі, білесіз, слышите и говорите, это не я, это не мои мысли. Вы не мысли, вы не тело, вы так чистый разум, чистое сознание, истина. Мен сіздерге қызық айтайын. Бір әйел келді. Короче, ол әйелдің атын айтпай қойық. Ол кісі, жаңағы моментте сен дыханияға оралған кезде, жамботалар, сендер Құдайға қосылып тұрсыңдар ғой. Әр адамның ішінде Құдай бар деген сөзді оқыдыңыздар ғой. Сен Құдай жоқ болатын болсаң, мына шашыңды сені кім өсіріп жатыр, жамбота, тырнағыңды кім өсіріп жатыр, сенің жүрегіңді кім соқтырып тұр, асқазаныңды кім қорытып тұр, сен кішкентай ғана түйір қаннан жаратылып қалай осылай адам болып кеттің.
Түсініп тұрсыздар ма? Яғни Құдайдың шексіз құдіретімен тіршілік етіп жатсың сен деген сөз. Сол сен моментте өзіңнің ішіндегі мәңгі өлмейтін частьыңа қосылдың. Ты чистое сознаниеға айналдың, соны түсіндіріп жатырмыз. Сондай моментте ты вне программы, вне матрицы. Сен просто дыханиемен жүрекке қарай үңіліп отырсың. Сен просто өзіңнің матрицаңды не обслуживаешь, не вовлекаешься, ойыңа кетпейсің, эмоцияңа кетпейсің. Өйткені қайталап айтам, әркімнің ішінде это есть возвращение к источнику деп атады. Бір әйел болды, 10 жыл баласы үйленген, баласы ешқандай сәби сүймейді, өйткені ода ешқандай жаңағы ұрығы жұмыс істемейді деген. Сосын ол әйел маған келді айтты, Мақпал деді, я могу осы истинаға қосылып отырып, қайта-қайта дыханиеде отырып, баламның сәби сүюіне жасай аламын ба деді. Яғни сіздердің миларыңыз ғажайыпқа сенбейді. Ми айтады, мүмкін емес, мен бейшарамын. Қалай сен бейшарасың? Сен Құдайдың құдіретімен жаратылып тұр. Құдайдың шексіз махаббатынан жаратылып тұр. Сен өмірдің өзі тұнып тұрған ғажайып емес пе? Гүлдер, қыс, ауа, тау, өзен, гүл жердің астына шығады, одан көтеріледі, қайтадан бүршік жарады, жемісін береді. Айналаны тұнып тұрған ғажайып болатын болса, ең үлкен ғажайып сенсің, адамсың. Сана берген саған, көз берген, құлақ берген, өзіңді бейшара сезімді осы жерге тастап кетіңіздер киімін. Түсінесіздер ма? Сіз шексіздіктің бір бөлшегісіз, сіз Құдайдың бір бөлшегісіз. Енді жаңағы әйелге айттым мен, пожалуйста, істеп көріңіз дедім. Мен білмеймін, бірақ істеп көріңіз. Ана әйел истинаға қосыла берді. Құдайдың құдіретімен 10 жыл уақыттан кейін вообще ешқандай нәтиже жоқ деген әйелдің баласын істеді. Балалы болды. Айтылатын дүние, яғни сен өзіңнің ішіндегі Құдайға қауышқан сайын, Құдайға сенің ёппашамат $1 миллион түк емес. Құдайға сенің какой-то үйің түк емес. Сен шектеуіңе өтпе. Менше будьте собой, дейді Джо Диспенза. Больше им деген осы болып табылады. Яғни өзіңнің миыңдағы шектеу емес, дыханиеде тұрған кезде сен шексіздікке қосылып тұрсың. Сен истинаға қосылып тұрсың. Сен ішіңде тыныштықта тұрсың. Вне программы